Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиет сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Сәйбек қарттың әңгімесі бөлімі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттай алады, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалайды, әдеби шығарманы түсіні оқып, алған әсерін сипаттап айта алады. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Өткен бөлімді қайталауға арналған сұрақтарға жауап берейік. Қанекей кім көп біледі? Қаламгердің атын басқа елдерге де танымал еткен шығармасы қалай аталады? Қай жылы, қандай халықаралық кино фестивалінде арнаулы жүлдені жеңіп алды? Алғашқыда «Менің атым Қожа» повесі қалай аталды? Алдыңғы сабақта қандай үзіндімен таныстық? Сол үзіндімен танысқанда қандай сезімде болдыңдар? Қожа неліктен петкеңеске түсті? Қанекей балалар, білімдеріңізді көрсетейік. Шығармадағы Сәйбек қарт кім? Сәйбек қарт мектеп күзетшісі. Ол Қожаның әкесі, Қадырдың досы. Әкесі туралы көп білетін, әрі Қожаға ақыл айтқан кісі екен балалар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайсың, ей? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем, сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынырақ отыр, шай ішейік. Рахмет. Педсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Мұғалім етіп қоятын шығар, Директор еттік. Директор де? О, тіпті жақсы, жарайсың, директорым, жарайсың. Онда жалақың да көбейеді. Шашың қандай жақсы, қайратты екен. Марқұм әкеңнің шашы да тап осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол кісіні білмейтін адам бар ма? Әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, Дүлдүл. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал Қадыр марқұм болса, керемет жомарт еді. Сондағы бар айтқаны, әдейі өлтірген жоқсыз ғой. Ажалға амал бар ма деді де қойды. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кісі еді. Балалар, үзіндіні көріп болдық, Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Қожа не себепті анасымен мектепке келді? Неліктен Сәйбек қарт Қожаның әкесіне қарыздар екен? Қожаның әкесі неліктен Сәйбек қарттан жорға күреңнің құнын сұрамаған? Сәйбек қарттың Қожаға бұл әңгімені айту себебі неде? Ықтимал жауаптар. Бірінші сұрақтың жауабына мына жауапты дұрыс көріп отырмын балалар. Қожаның петкеңеске баруының себебі Қожаның тәртібіне байланысты болған. Себебі Қожа Майқанова апайының сөмкесіне бақа салып қойған болатын. Ал екінші сұрақ бойынша, неліктен Сәйбек қарт Қожаның әкесіне қарыздар болды? Себебі әкесінің жорға күреңін абайсызда суға кетіріп өлтіріп алды. Үшінші сұрақ, Қожаның әкесі Сәйбек қарттан қарызын сұрамады. Не себепті? Қожаның әкесі Қадыр өте жомарт, парасатты, кеңпейілді кісі болған.
Ал Сайбек қарттың қожаға бұл әңгімені айтуы неліктен деп ойлайсыздар? Ол қожаның тәртібіне, іс-әрекетіне көңілі толмағандықтан деп ойлаймын. Мына берілген үзіндіні оқиық, диалогты. Сонан кейін барып, сұраққа жауап берейік. Бұл кім? Мен ғой ата, мен қожамын. Мұнда не қып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Алғанекей балалар, қожа қандай бала деп ойлайсыңдар? Сайбек қарттың әңгімесі қожаға қалай әсер етті балалар? Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сіздердің бүгінгі сабақ бойынша ойларыңызды білгім келеді. Мына сөйлемдерді толықтырсаңыздар. Бүгінгі сабақтан маған ұнады. Бүгінгі сабақта маған ұнамады. Ойларыңызды толықтырып жіберіңіздер. Сіздерден жауап күтемін. Ал балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Үйге тапсырма, менің атым қожа повесінен түбінде адам болатын бала үзіндісін оқып келу.